Кейде болады ғой, бала шағаны тәтті бір нәрсе пісіріп берейін десем, не үйде сүтім болмайды, не айраным қалмайды. Сол кезде мен осы құймақтарды жасаймын. Бұл құймақтың құрамына ешқандай да сүт те айран да қажет емес, тек жұмыртқаңыз болса болды. Бізге су жылы болу керек, міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне 3 дана жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 4 ас қасық қант, 4 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Және де жарты шай қасық растворителді салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дәл осындай болу керек. Енді табамызға майымызды аздап құйып, қатты қыздырамыз. Осылай менке құймақтарымызды құямыз. Екі шеттері қызара бастағанда аударамыз. Міндетті түрде әр құймақты пісірер алдында құймақты жақсылап тұрып араластырып тұрыңыздар. Себебі қою астына түсіп кетуі мүмкін. Міне осылай екі жағын қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Ешқандай да айырмашылық жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.